Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге құймақтан жасалатын өте жұмсақ, дәмді керемет торт рецептісін ұсынатын боламын. Және де видео рецепт қызық болса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Ең бірінші кремін дайындайтын боламыз. Және де оған ең бірінші керекті клейгей, яғни сливки орысша айтқанда, осылай ұнтақ қосатын боламыз. Крем дайындайтын ұнтақ, немесе бұның орнына творожный сыр қоссаңыздар да болады. Екеуін бірге 2-3 минут миксермен араластырып аламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Қанша мөлшерде керек, оның бәрін описаниеге астына қалдыратын боламыз. Ол жерден көріп жасасаңыздар болады. Енді сахарный пудраны саламыз. Оны да 2-3 минут жақсылап араластырып аламыз. Қою болғанша дейін. Міне қою әдемі пломбир дәмді крем шықты. Кремді қою қалпында сақтайтын загуститель для сливок қостым мен. Қою әдемі ғып өз қалпын сақтайды. Қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Мен қосқанды жөн көрдім. Қосып тағы да 2-3 минут араластырып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызды міне өте қою әдемі осындай пломбир дәмі бар, осындай әдемі крем шықты. Және де бұны холодильникке салып қоямыз. Және де енді құймағын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті жұмыртқа, жұмыртқа, қант, екеуін бірге жақсылап араластырып аламыз миксермен қант ерігенше. Және де май, сұйық май. Сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз. Тұзын қосамыз, кішкене жақсылап төртеуін араластырып аламыз. Және де мен сүттің орнына су қосатын боламын. Су қосып, сүт қосып та істесеңіздер де болады. Бұл ең қарапайым түрі блинчиктің торт рецептісінің. Және де ұнды қосып аламыз. Жақсылап осылай елегіштен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Қанша мөлшерде керек, мен оны астына описаниеге қалдыратын боламын. Сол жерден қарайсыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Тағы да керекті мөлшерде ұнымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Және де енді қайнап тұрған суымызға соданы қосып, міне қайнап тұрған суымызға бір қасық, кішкентай қасық толтырмай, содамызды қосып араластырып аламыз. Ыстық суға қосқаннан кейін соданың дәмі шықпайды. Және де шетінен қосып отырып, миксермен жақсылап араластырамыз. Шетінен қосып отырып, миксермен жақсылап араластырып алдым. Және де дайын болған құймақты 5-10 минут қойып қойсаңыздар болады. Содан кейін барып пісірсеңіздер өте керемет болады. Және де мен 5-10 минут қойып, табаға майымды жағып, осылай құймағымды шетінен пісіріп бастадым. Міне өте дәмді құймақ шықты менде. Және де тоңазытқышта тұрған кремімді алып, пломбир дәмді сондай крем болады. Пломбирдің дәмі шығады, мороженныйдың. Және де 2 қасықтан шетінен осылай салып отырып, тортты жинайтын боламын. Және де мен үйде бар заттардан істеп жатырмын. Енді тортты қойып тұрған тостаққа мән бермеңіздер ірлегенге. Енді бары сол болды. Және де осындай дәмді торт шықты. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Жасап жеуге кеңес беремін. Өте жұмсақ пломбирдің дәмі шығатын сондай керемет торт болып шықты.